Балалар бізге үй жұмысы Алтын Орда тақырып болды, иә? Ең біріншісі әрине біз сабақты үй жұмысынан бастаймыз. Иә? Бірінші сұрақ, Алтын Орда мемлекеті қандай ғасырларда пайда болды? Алтын Орда мемлекеті қандай ғасырларда пайда болды? 1200 жылы, және 1500 Жалпы айтқанда, бұл 13-ші ғасырдан бастап 15-ші ғасырдың ортасына дейін болды, иә? Жақсы, керемет. Келесі сұрақ, орталығы және жер аумағы Алтын Орданың. Бұл не болды? Орталығы, иә? Ел ордасы. Жақсы. Ал жер аумағы Алтын Орданың? Дұрыс айтасыздар. Алтай тауларынан бастап Дунай өзенге дейін. Жақсы, керемет. Келесі бала сұрақ, Алтын Орданың хандары. Біріншісі Жырай. Бату хан, дұрыс айтасың. Бату хан қандай жылдарда билік етті? 1227 жылы. Дұрыс, жақсы. Келесі қандай хан болды? Берке хан. Жақсы. Берке ханның Беркенің жылдары қандай болды? 1227-1266. Жақсы, керемет. Келесі хан қандай болды? Құлақшы 1257 жылы. Жақсы. Келесі кейін уақ балалар. Өзбек хан. Жақсы. Өзбек ханның Беркенің жылдары? Масат? 1312-1378. Жақсы. Және балалар Алтын Орданың соңғы ханы қандай болды? Темір Менгу ханы, иә? Жақсы. Келесі сұрақ балалар, Батыйдың жорықтары туралы не білесіздер? Бату хан, біз білеміз, бұл Алтын Орданың негізін салушы, иә? Жақсы. Болған елін жауып алды, иә? Жақсы. Жалпы балалар Шығыс Европаға Бату хан неше жыл бойы жорық жасады? 7 жыл бойы, иә? 7 жыл бойы ол Дунайға дейін, Шығыс Европа елдеріне дейін және Киев нәсіл жерін жауап алды, иә? Тек қана оңтүстік аймақтары, солай ғой? Сол балалар Бату хан кезінде Алтын Орданың жер аумағы Алтайдан бастап Дунай өзенге дейін жер аумағы кеңейтті, иә? Бату хан арқасында. Жақсы. Келесі сұрақ балалар, неге Алтын Орда ыдырап кетті? Қандай себептері болды? Жәнібекке дейін жаққа оның ұлы Жәнібек 1357-1359 жылдарда отырды. 1359-1370 жылдар аралығында елінде 20-дан астам хан ауысты. Иә, қараңдар, иә? Өте ұзақ мерзімде 20 хан Алтын Орда болды, иә? Сонда балалар біз білеміз, ыдырау себептері біріншісі бұл таққа талас болды, иә? Бірнеше. Және екінші себеп неге Алтын Орда ыдырап кетті? Қандай? Бұл Әмір Темірдің жорықтары, иә? Орталық Азияда Әмір Темір хандығы күшейді, иә? Ол Алтын Орда жорық жасап, сондықтан Алтын Орда ыдырап кетті. Жақсы. Үй жұмысын бауыр соңғы сұрағы, Алтын Орданың орнына пайда болған мемлекеттер қандай болды екен? Ноғай ордасы, Қырым, Қазан, Астрахан, Сібір хандықтары. Сібір хандықтары. Біз қараңдар, 5 мемлекет пайда болды екен, иә? Алтын Орданың орнына. Жақсы балалар, үй жұмысы. Жақсы жауап бердіңдер. Енді келесі қараймыз кітаптарға. Нені көріп тұрсыздар болып? Қандай ғимарат? Ақорда. Ақорда? Жақсы. Ақорда бұл кімнің резиденциясы? Президенттің резиденциясы, иә? Сіз жерге сұраққа ойлайсыз, неге Қазақстан Республикасында президентінің резиденциясы Ақорда деп аталған? Ойлайсыз? Өйткені балалар, Қазақстан жерімізге ең алғашқы мемлекет моңғол шапқыншылығынан кейін бұл Ақорда болды екен. Түсінікті ма?
Сондықтан Ақ Орда деп біз атаймыз. Енді балалар қабыл етсіздер, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады? Қандай? Ақ Орда. Дұрыс айтасыздар. Жазыңдар. Бүгінгі күн балалар, бүгін бізде ақпанның 1-і. Сабақтың тақырыбы Ақ Орда. Балалар, Ақ Орда тақырыбын біз 2 сабақ бойы өтеміз. Бүгін бізде алғашқы сабағымыз, иә? Қалай білесіздер, бүгінгі сабақтың мақсаты қандай болады? Ақ Орданың нені зерттейміз бүгін? Жерін, жер аумағын, иә? Сосын хандарын зерттейміз, тағы да орталығы. Я балалар, әр мемлекет өлкеде біз білеміз, жер аумағы, ел ордасы, этникалық құрамы, қоғамдық құрылыс өтеміз, иә? Саяси және экономикалық жайттар өтеміз, иә? Бірақ балалар, бүгін сабақта біз тек қана қоғамдық құрылыс өтеміз, әлеуметтік құрылыс Ақ Орданың өтеміз, иә? Ал келесі сабақта саяси жағынан да сыртқы саясат туралы негізі өтеміз тақырыптар. Түсінікті ма? Бүгінгі міне біздің сабақтың мақсатымыз негізгі. Енді ең біріншісі балалар, әрине сабақты әр мемлекеті бастағанда бірінші не білу керек бізге? Жер аумағы, я Ақ Орданың қандай территориясы болды. Балалар, қараңдар, 2 карта тұр, я, бірақ Ақ Орда 13-ші ғасырдың ортасынан бастап, қараңдар, мерзімі 15-ші ғасырдың ортасына дейін пайда болды осы мемлекет, түсінікті ма? Алғашқы оның территориясы балалар Алтай тауларынан бастап, картаға қараймыз, және Жайық өзенге дейін ғана болды екен. Ал солтүстігінде бұл Сібір хандығына дейін, оңтүстігінде міне балалар Сырдарияның орта және орта ағысына дейін, міне осы жерлерге дейін. Бұл балалар 13-ші ғасырдың басында. Кейін балалар 15-ші ғасырдың ортасына дейін, иә, оның территориясы кішкене өзгертті. Неге? Өйткені Барай хан кезінде балалар, ол не көріп тұрсыздар? Жер аумағын кеңейтті, көрдіңдер ма? Енді Жайық өзенге емес, қайда? Дунай өзенге дейін, иә, мына жақта болған мемлекеті және Крым, Астрахан губерниялар, иә, хандықтары дейін. Және оңтүстігінде қараңдар, Амудария өзенге, мына жақта қандай? Темір империясы болған, иә, Амудария бұл төменгі ағысына дейін осы жер аумағы кішкене өзгерді. Ол түсінікті ма балалар? Жақсы. Енді ел ордасы Сарай Бату болды, Алтын Орданың, иә, ал Ақ Орданың балалар ел ордасы бұл Сырдарияның орта ағысында Сығанақ қаласы. Кейін балалар, иә, тарихымызда Қазақ хандығының алғашқы астанасы жаңағы Сығанақ қаласы болады екен. Түсінікті ма? Енді балалар қараңдар, жалпы тарих уақыты қарайық, иә, біз білеміз Моңғол империясы Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін 4 ұлысқа бөлінді. Иә? Бұл Жошы ұлыс, Шағатай ұлысы, Үгедей және Төле. Қазақстан аумағында 3 ұлыстың жер болған, иә, бұл Жошы ұлыс, Шағатай және Үгедей, иә? Жошы ұлысы ыдырап кеткенде ол 2-ге бөлінді. Түсінікті ма? Бұл 10 қанат және сол қанатқа бөлінген екен. 10 қанатта бұл батыс Дәшті Қыпшақ, Алтын Орда мемлекет пайда болды екен. Түсінікті ма? Ал шығыс жақта балалар, шығыс Дәшті Қыпшақта жаңағы біздің Ақ Орда мемлекеті пайда болды екен. Енді кейін балалар Ақ Орда ыдырап кеткеннен кейін біз әрі келесі сабақта өтеміз ғой, иә? Әбілқайыр хандығы пайда болды. Әбілқайыр хандығынан басқаша біз айтамыз. Өзбек хандығы, иә? Осы Өзбек хандығынан сұлтандар, қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібек көшіп кетеді және не істейді? Қазақ хандығын құрайды білесіздер, иә? Оны келесі сабақтарда біз өтеміз. Түсінікті ма? Жақсы. Енді балалар қазір экранға назар аударамыз. Кішкене жаңағы мен айтқан тақырып бойынша сіздерге бейне ой көрсетемін.
Енді бала жаңағы бейнелеу бойынша я сіздерге сұрақтар қоямын. Ақ орданың негізін салушы кім болды? Орда, ежен, дұрыс айтасыздар. Жақсы. Енді келесі балалар, орда негізін салушы болды, я. Және де жалпы ақ орда, я, оның саяси тарихы жаңа бейнелеу бойынша, я, өте қандай болды? Кейін өткені алтын ордамен, оларда не болды? Талас болды, я? Жақсы. Бүгінгі сабақтың мақсатымыз жаңа алдыдан есімде айттым. Бұл әлеуметтік, этикалық құрамын зерттеу, я, және ішкі саясаттың да тарихын зерттеу керек болды. Түсіндік ма? Жақсы. Енді балалар, сіздердің алдарыңызда мен қазір беремін. Қоры, тәртіп тәнтіптермен, я, сіздер бір таңдап аласыздар, білейін. Сесен, бұл жерден алыңдар. Бірден аламыз. Жақсы. Енді балалар күнде алтын мынандай қараңдар, я, алтынмен. Сіздер екінші топқа отырасыздар. Сіздер алтын орда боласыздар. Түсінікті ма? Екінші топ. Алтын деп балалар қызыл, бірінші топқа отырамыз. Жақсы ма? Осылай біз сабаққа немістейміз екі топта. Тез отырамыз. Бірінші топқа және екінші топқа. Бірінші топ ол ақ орда, екінші топ алтын орда. Дайынсыздар ма? Жақсы. Енді балалар бірінші топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші кезеңді бұл терминдермен жұмыс. Есіңіздер ма? Терминдермен жұмыс. Бірінші топ сіздерге тапсырма қараңдар. Консолидация дегеніміз не? Біліктілік, түсіндіру және мәлік. Түсіндір ма? Осы терминге сипаттама беру керек. Ал екінші топ екінші топ сіздерге дағдылар оқымдер, уәзірлер және басқақтар. Кім екен, я? Бір минут сіздерге берем дайын. Бірінші балалар топқа, я, жалтырым сіздерге. Бір минут сіздерге берем. Бірінші топ консолидация дегенімізіне, біліктілік, мәлік дегенімізіне. Ал екінші топ даруғалар, уәзірлер және басқақтар. Бұл жаңа сөздер, оның мағынасын сипаттамасын береміз, мен айтам не туралы сіздер. Бірінші топ дайын, екінші топ? Әлі жақсы тезек.
Birinchi to'p bizga tayyor qoldi. Ikkinchi to'p kishini qiynalib o'tir, ya. Yaxshi bolalar. Kun yana yetib o'tir 1 ret bo'lmasa bola. Kun yana yetib o'tir 2 ret bo'lmasa bola. Yaxshi bola, kishini qiyin bo'lsa-da, әрине, bir-birimizga ko'maklashamiz, yaxshimi? Taxtaga nazar audiramiz. Birinchi to'p sizning javobda konsolidatsiya deganimiz ne? Жақсы, керемет жауап. Біліктілер о кімдер екен? Олар түрік жазылуымен іс жүргізушілер. Иә. Дұрыс. Басқаша бұл біліктері бұл хатшылар. Ақорданың, иә? Хатшылар болған. Жақсы. Мәлік дегеніміз не? Кім ол? Мәлік ол түрік әулетінен шыққан жергілікті әкімдер. Дұрыс айтасың, әкім ретінде болған екен, иә? Жақсы, қараймыз, дұрыс па бірінші топтың жауаптары? Дұрыс. Ал екінші топ сіздердің жауаптары. Даруғалар ол кімдер? Жауап бар ма сіздерде? Салық жинаушылар, дұрыс айтасыңдар. Уәзірлер? Дұрыс айтасыңдар. Және бастықтар ол кімдер? Жоқ, даруғалар салық жинайтын, иә? Ал бастықтар ол кімдер болды? Жауап жоқ екінші топта. Құрандыр тақтаға балалар. Басқару жергілікте халыққа әскер бақылау жүргізеді. Салық да жинайды, иә? Бірақ неден балалар? Әскер, иә? Әскерлерден жинайды. Ол түсінікті ма? Енді балалар қараңдар. Осы терминдермен жұмыс бір жаңа сөздермен таныстық. Және де балалар қараңдар. Алтын Орданың және Ақ Орданың қоғамдық құрылысы бірдей болды. Түсінікті ма? Елдің билеушісі кім болды? Елдің билеушісі хан, әрине. Және жаңағы міне қараңдар қоғамдық құрылысы, біліктілері болды, екі жақта мәлік, даруғалар, алым-салық жинайтын уәзірлер және бастықтар. Және де балалар оған қосып, мен сіздерге этникалық құрам айтамын. Мысалы, Алтын Орда өткенде біз білеміз, құрамында негізгі моңғол тайпалары болды екен. Ал Ақ Орданың құрамында балалар түркі тілдес тайпалар болды екен. Түсінікті ма? Түркі тілдес тайпалар бұл үйсіндер, қаңлылар, дулаттар, қоңыраттар, наймандар. Түсінікті ма? Қазіргі мысалы біздің Қазақстан қандай тайпалар тұр? Ол да, міне қараңдар, 13 мен 15 ғасыр аралығында өсірді осындай тайпалар болды екен. Ол түсінікті ма? Жақсы. Енді балалар келесі тапсырма, екі топқа қараңдар. Бірінші топ сіздерге осындай тапсырма. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуында Ақ Орданың орны қандай болды екен? Түсінікті ма? Бұл сіздердің тапсырмасы. Ал екінші топ сіздерге Ақ Орданың хандары туралы мәлімет дайындау және жаңағы хандардың ішкі саясат туралы сөйлейді. Түсінікті ма? Әр ханның Ақ Орданың үлес қосқан тарихына қандай болды? Міне балалар, бір-біріне парақ беріңдер. Бұл топтық жұмыс болар. Сіздердің алдарыңызда міне балалар постер жатыр, маркерлер жатыр. Сіздерге қандай не істеу керек? Постер құру, оны қорғау керек, жақсы ма? Дайындау уақыты болады сіздерге 5 минут, жақсы ма? 5 минут. Сіздер балалар постер құрып жасасыздар, мысалы жаңа сұрағын ұмытасыма, бесек бастыр сияқты, сосын міне жақтан сіздерге қандай не берді? Бала кешірім сұрайын, жаңа тапсырмалар бергенде кішкене ауыстырдым, сонда қараңдар. Жаңа екінші топ, сіздерге бердім мен Ақ Орданың орны қандай болды қалыптасында, кішкене шатасып бердім балалар қағаздарын. Ал бірінші топ сіздерге хандар болады, жақсы ма? Жақсы, бастаймыз жұмысты 5 минут дайындап. Ақылдасып бір-бірімен балалар ұялмаймыз. Осы құрамыз. Бес минут бар.
тақада бар. Birinchi top dayısızdır mı? Aileniz? Birinci top. 1 minut qo'shimcha beribsizlar, jasimi? 1 minut qo'shimcha. Balki boshlaymiz. Birinchi top. Var. Dayısızlar ya, qo'shimcha. Jasi ne var ku? Qizlar jiddiy bo'lsa, jasimi? Endi bolalar qarandi, men kishini shardasib topshirmalarni berdim, ya. Bizga birinchi topni topshirmasi, ikkinchi topga ketdi. Қазақ мемлекетінің қалтасына ақорданың орны қандай болды екен, ya? Ортаға балалар, екінші топты шақырам, келіңдер. Арақашықты сақта балалар кішкене, ya? Жақсы, екінші топ тыңдаймыз. Бірінші топ тыңдаймыз, екінші топты арақашықты ұстап кішкене байланып, ya? Қараңғы балалар, бізде екінші топтың тапсырмасы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуында ақорданың орны қандай болды екен? Тыңдайық олар. 13 ғасыр, 15 ғасырдың басында Шығыс дешті Қыпшақ жерде ақорда мемлекеті өмір сүрді. Ол моңғол шапқыншылығынан кейін ең ірі мемлекет болды. Жақсы. Тезірек. Келесі кім балалар? Мұхамеджан? Ақорданың негізін қалаушы Жошының үлкен баласы онда еже 1226-1280 жылы Рәшид дінінің жазуына қарағанда 14-ші ғасырда Жошы ұлысының шығыс бөлігі сол қанаттың әйдесінің көзі терісінде Жошының үлкен ұлы орда ежен басқарды, ya? Жақсы. Кім келсін азым? Дауыс шығарып кішкене. Ақорданың тұрғындары негізінен көшпелі және отырықшылар болды. Отырықшы аудандарда шартты жер иелену және меншік түрлері болды. Көшпелі аудандарда жер ортақ меншік бөліп есептелді. Малға жеке меншік орнады. Малдың көбі қасиеттердің қолына шоғырлануы оларды жайылымдық жерлерді қожасына айналды. Жақсы. Сен негізгі сұраққа жауап берші, жаңа бізде сұрақ қандай болды сіздерге? Қазақ мемлекетінің қалыптасуында ақорданың орны қандай болды? Жауап берсін. Топтың жаса сізден сұрақ бойынша. Орны қандай болды? Қазақ мемлекет қалыптасуына. Қауап берсін өзі. Ең біріншісі жаңа Мадина айтты, ақорда бұл Қазақстан аумағында моңғол шапқыншылығынан кейін, ең бірінші ірі мемлекет болды, ya? Жақсы, және ақорданың орнына кейін не болады? Әбілқайыр хандығы, ya? Ал Әбілқайыр хандығынан кейін Жәнібек көшіп кетеді, ya? Және қазақ құрылады, ya? Сонда міне қараңғы ақорданың орны осылай болды, ya? Және тағы да қосымша айтқанда білеміз қазақ хандығына этникалық құрамға қарасақ, ақордамен бірдей болды екен, өткен тайпалар солай қалды біздің жерімізде, түсінікті ма? Сонда міне балалар қараңдар, әрине ақорданың сонда орны қандай болды? Қаулесі тарихында рез қосты ма ақорда қазақ ханның қалыптасуына?
әрине қосты. Иә? Жақсы, бірінші топ, екінші топ отырамыз орнына. Енді келесі бізде бірінші топ, бұл Ақ Орданың хандары, иә? Олардың қосқан үлесі қандай болу тарихына. Келеміз ортаға, кім шығады олар? Теңге шығарды екен, иә? Жақсы. Балалар, енді сізден сұрақ бойынша қорытынды жасаймыз. Қараңдар. Жаңағы Орда Еженер, Зенхан, Мүбарак, Қожа хан, Ұрыс және Барақ хан, иә? Олардың арасында балалар ең белгілі хан қандай болды? Ақ Орданың күшейген кезін қай хан кезінде болды? Қалай ойлайсыздар? Орда Ежен басында, иә, ол бірінші хан ретінде және кім кезінде тағы? Барақ кезінде және Ұрыс хан, иә? Мысалы, Ұрыс хан кезінде балалар Ақ Орданың ірі қалалар салынды, иә? Және олардың ішінде мешіттер көп салынған екен, және көп кесенелер салынған екен. Түсінікті ма? Оны біз келесі сабақта өтеміз. Жақсы балалар, бірінші топ жарайсыздар, орнына отырыңдар. Балалар, топтың жаңағы тапсырма бойынша сіздерге ұсыныс бар, тыңдаймыз. Екінші топ да бірінші топ. Мен сіздерге сабақта неше рет айтамын, иә? Бірінші балалар, біз қорғау кезінде, тырысамыз өзіміз сөйлеуге, иә? Оқымаймыз жаңаға берілген тапсырмалар бойынша өзіміз тырысамыз сөйлеуге. Сосын не істеу керек? Осы жаңа берген тапсырманы оқу, түсіну керек, иә? Және басқа жаңа біз өтіп екі тақырып. Түсінікті болды ма? Ақ Орда қалай қалыптасты? Иә дейсіз екінші топ, иә? Бірақ мен ойлаймын, әлі осы сұрақты қарау керек екен. Бірінші топ сіздер жақсы әр хан туралы, иә, мысалы қандай жылдарында, олардың үлес қосқан қандай тарихына айтыңдар, бірақ топ әрине қорытынды жасау керек, түсінікті ма? Олардың осы хандардың арасынан кім белгілі, қандай үлес қосу керек, нақты керек, жақсы ма? Және әрине қағаздан оқырмай кішкене өзіңіз сөйлеу керек, түсінікті ма? Жақсы. Енді балалар келесі тапсырма бізде жұптық жұмыс болады. Бұл тарихи диктант. Жұппен сіздер отырсыздар, иә? Айдан мен саған басқа тапсырма қазір, жақсы ма? Міне балалар бір-бірден беріңдер мына жақтан. Тарихи диктант. Тарихи диктант балалар сіздер не істейсіздер? Жаңағы бос орындарға керек сөздерді қосамыз, түсінікті ма? Кіл сөздері балалар мына жақта тапсырмаларда бар. Атын жөнін жазасыздар, сыныбын жазасыздар, және кіл сөздерді қосасыздар. Түсінікті ма? 2 минут сіздерге берген дайындық.
жұртпен ақылдасып сізге болған жауап беруге. Айтамын, бүгін тақырыпты сөйтіп, ақылдан ойлы тақырып бойынша саған не түсінікті? Классы жасайсың, түсінікті ма? Ақылымыз қандай ғасырларда пайда болды, фильмдерін жазасың, иә? Хан болды, ел ордасы қандай болды, хандар туралы, қандай мәлімет бұл сабақты алдың, бәрін алып отырасың, жарай ма? Классы сен білесің. Бірнеше рет істедіңіз, иә? Жақсы. 2 минут балалар жұмыс. Қалай жүрген оқысыздар? Сіздер екеу, сіздер бірге ақылдасып жасыма? Сіздер екеу. Қыздар, сіздер бірге қия міне қарады. Осы жерде не қосылар болады? Сіздер екеу боласың, Ислам мен, жарай ма? Біріншіде болды ма? Жақсы. Так, екінші топ? Кішкене қалды, да, сіздер? Екінші топ болды. Асықпайсыздар. Мені естіп отыр, бір рет қолды шағаға. Балалар бізде уақыттығыз, иә? Сондықтан бірінші сөйлемді қараңдар тақтаға жауабы. Бірінші сөйлемді оқы Мадина. Ал біз балалар жүкпен жағы жұмыс істедік қой, ауыстырамыз. Жаңағы жауаптарын сізден диктанттарды. Мен бірінші оқы. Ақорда Қазақстан аумағында моңғол шапқыншылығынан кейінгі құрылған алғашқы мемлекет. Дұрыс па бәріне? Дұрыс, жақсы. Екінші сөйлем Мұхамеджан оқы. Жазған жоқсың әлі? Жақсы, кім жазды екінші сөйлемді? Орталығы Сырдария өзен орта ағасы бойына орналасқан Сығанақ қаласы болды. Осы білеміз елордасы. Жақсы. Келесі, Ақорданың аумағы қаранды. Босыз орын болды. Жошы ханның 2 баласы Ордайы және Шайбан хандардың жерін қамтиды. Көрдіңдер ма? Осындар ма жаңағы керек сөздерді? Келесі, Ақорда Жайық өзенінің батыс Сібір ойпатына дейінгі Сырдарияның орта және төменгі ағысы аралығында кен байтақ аумақты алып жатты. Жазыңдар ма? Жақсы. Келесі, 14 ғасырдың 2-ші ширегінен бастап Ақорда Алтын Ордадан бір жола бөліне бастайды. Келесі, 1360 жылдардың өзінде мемлекеттің астанасы сарайда бір жылдың ішінде 4 хан ауысады. Орыс талас тартысты дер кезінде пайдаланған Орда ежін ұрпағы Ұрыс хан Ақорда белін өз қолына алып, мемлекеттің күш қуатын нығайту. Ұрыс хан және екінші топ жұмыс істеді ғой, сіздер осы ханмен. Сіздерге осы жауап болу керек, Қателер бар ма балалар? Қараңдар, кімде неше қанша қате. Енді келесі. Қазір балалар әр бала дәптеріне жазады. Бүгінгі сабақта не ең қызық болды? Түсінікті ма? Қысқаша бір сөйлем. Не қиын болды бүгін сабақта? Және не құнды болды? Және әр бала бүгінгі сабағына баға беріледі сіздерге. Түсінікті ма? Мысалы, мен бүгін топта жұртта жұмыс жасадым. Өзіме 7 бал қоям, 8 бал қоям. Түсінікті ма? Өзді бағалау керек. 1 минут ішінде. Не сабақта бұл қызық болды? Қиын не болды? Құнды не болды? Не алдар бұл сабақтан? Және өзіне баға берді. Қысқаша тезсіз бала жазамыз. Не құнды, не қиын, не қызық. Және өзіне баға. Жақсы ма? Жақсы. Мен сізге жазыңдар шығар, Біріншісі балалар, қызық не болды? Әркім бірнеше балалардан сұрайын.
Қызық, Рахметов, Мақсат, сен ойынша қызық сабақта не болды бұл? Постер құру сосын тағы да. Болды ма? Осы қызық болды, я? Екінші топ сіздерге не қызық болды бұл? Постер құру тағы да? Ақордан туралы мәлімет алу, я? Жақсы, қиын не болды? Бірінші топ сіздерге бұл сабақта не қиын болды? Қаулесті. Тарихи диктанда көрсетіп жатырсың, қиын болды деген. Ал екінші топ сіздер үшін не қиын болды? Постер және тақырыпты 5-шіге ашу керек еді, я? Сол қиын сіздерге. Жақсы, құнды бұл балы не болды? Бірінші топ. Көп мәлімет алдым, жақсы. Сіздердің құнды сабағында не болды? Қаулесті. Білім алдық, я? Жаңа Ақорда туралы мәлімет алды. Жақсы, балалар дөңгелекті ашамыз. Жазыңдар бүгінгі келесі үй жұмысы. Балалар қараңдар. Үй жұмысы Вен диаграммасы жасайсыздар. Ақорда мен алтын орданың айырмашылығы ортасына ұқсастығыңызды. Түсінікті ма? Және де Мұхамеджан, Диар, Мақсат, Мадина және Нұрай сіздер баяндама жасайсыздар Ұрысхан туралы. Түсінікті ма? Баяндама жасайсыздар. Енді жаңа мен айтып өзіңізді бағалаймыз, я? Тез балалар қандай баға өздеріңіз қойыңдар? 9 ұпай, 8 ұпай, Нұрслан? 7 ұпай, Айдын? 5 ұпай, 9 ұпай, Нұрай? Қаулес, 8 ұпай өлесін, Мадина? 8 ұпай, 7 ұпай, неше? 4? 6 ұпай, 8 ұпай, 7 ұпай дейін, я? Балалар күнделікке баға қоям, я? Сіздер бағаларды қарастырып, және өзіңді сіздер бағалайды, я? Күнделікке сөз қарайсыз, жарай ма? Күнделікке тек сабақ. Ұрысхан туралы баяндама.